Қашан біз өз түсініктің тісімді суыртып едім ғой, Жан, ауызды сая бересің. Тұзды суменен, содаменен, физрастварменен аузыңды шай. Ауызды шаю керек. Біріншіден, ол қандай доктор ауыз шайма деген, бұл біріншіден. Екіншіден, боптен, сондай навороченный врач екен, сенікі аузың шайма деген, шаймай қой. Бірақ намаз оқи бересің, дәрет оқи ала бересің. Ауызды шаю дәретте парыз емес. Айел кісі өзім босағанын көрсе не болады, осылай көп қайтарылады дейді. Күйеуге тиген қыз болса басқаша жорылады, күйеуге шықпағанға басқаша жорылады. Тахаджуд намазын таңға жақындатып оқыса бола ма дейді. Негізі таңға дейін оқып тастау керек, таңменен тахаджудтың ортасында уақыт қалу керек. Ит олса түнде не болады? Түнде ит олса ит ұлған болады, тұрып дәрет алып намаз оқу керек. Кіші дәретті басқалай алуға бола ма? Женский жақта сырқат болса. Проблема жоқ. Көп қазіргі дәрілер бар, қолданып жатқан, білмеймін енді, дәрігерлер берген болса, соны қолдана бересіз, ешқандай мәселе жоқ. Алла шипа берсін, дәрігерге көрініңіз. Мақырге екі қойдың ақысын сұрау керек екен, соны неге имамдар айтпай ма дейді. Имамдарда не шаруаңыз бар? Мақырды сұрайтын қызыңызбен сөйлеспейсіз ба? Имамдардың шатағы жоқ мақырда. Имам қанша бересің, қанша аласың деген ортада шешпейді. Оны шешетін қыз өзі. Маған керегі жоқ дейді, болды. Қыздарыңызбен сөйлесіңіздер, келіндеріңізбен сөйлесіңіздер. Балаңмен сөйлесіз, молданың әлі қылмайды. Негізі қазақ халқында қанша рет айттық, мақыр дегенді бізде қалың мал, ортадағы мәмілемен, басқа да мәселемен шешкен. Дәретсіз тәспі тартуға бола ма? Болады. Түсінде жиі тау көрсе қандай мағына? Ұл табасыз, үлкен дәреже болып есептелінеді, қарыздан құтыласыз. Женский жақтан решение алып жатып намаз оқуға бола ма? Болады. Намазды женский жақпен оқымайды ғой адам, намазбен оқиды. Намазға женский жақтың вообще қатысы жоқ. Тұрасыз, женский, мужской деп бөлінбейді. Намаз әйел керген, өзінің оқылатын кішкене айырмашылықтары бар, бол, еркек дәртікі өзінше бөлек. Намазыңыз оқи бересіз. Дәрет мәселесінде қалай болады десеңіз, дәрет мәселесінде әйел адамдардың денсаулығы егер ауырып жүрсе, немесе басқа да дәрілер қолданса, басқа да свеча бір нәрселер қолданса, ас дәретіне барған кезде, яғни әжетханаға барған кезде, немесе өзінің дәрілер берген спринцование басқа нәрсе қолдансаңыз, оны қолдана бересіз. Намазға оның ешқандай қатысы жоқ. Дәрет деген беті қолды жуу. Дәрет деген біздің түсінігімізде туалетке чайникпен бару деген түсінік қалыптасып, осыдан шығу керексіз. Біз қазақ халқы соңғы уақыт дәрет деген туалетке чайникпен бару деп түсініп қалдық бәріміз. Әурет жерден уже қоятын уақыт болды ғой, әуреттен кішкене көтерілсеңіздерші. Мен осы әурет мәселесін, женский мәселе, мужской мәселені қанша айтпай өтіп кетейін десем, біздің халқымыздың деңгейі сол кіндіктің төмен жағында жүр. Кіндіктен төмен жақта жүр. Соны көтеретін уақыт жетті ғой, ардақтылар. Соны кішкене бір дұрыс жаққа келуіміз керек. Енді жалпы білу үшін ақпарат береміз енді. Жүкті әйелдерге ораза ұстауға бола ма? Денсаулықты күтіңіз. Егер денсаулығыңыз жақсы болып, жүктілігіңіз жақсы жүріп жатса, оның үстіне беліңізді буып алып, базардан базар, магазиннен магазин бәрімен ұрсып, жағаласып жүрген келіншек болсаң, аяғың при этом екі қабат болса, аяғың ауыр болса, ораза ұстай бір бәледе алмайды. Ұстаз, бұрынғы тұрған үйіміз өте көп көремін түсімде. Осы өскен үйімізді ол нені білдіреді? Ескі нәрсені көру өткен өренішті білдіреді. Мақырге 3 бөлмелі үй сұрап жүргендер молда айтып жүрген жоқ қой, сұра деп. Дұрыс. Туған бауырымның көзінің қарасы ақ басты. Түсімде жор. Түсімде ма? Ол әркім өзінің түсін өз сұрасын. Біреудің түсін біреу сұрамайды. Фото, видеоға түсудің шариғаты үкімі қалай? Суретке салушы, алушы, ақыретте жан тауып беру керек деп естіген едім дейді. Бұл сурет салуға айналған, айтылған. Художник бар, салу. Адамның суретін салу. Оның өзі
жан беру мақсат деген сөз бар. Яғни художник кәдімгі шедевр салу үшін адамды құдай сияқты өзін сезініп, мынаған жан беретін халде өзін қабылдау керек. Бұл бір. Екінші, қазіргі уақыттағы суреттер, яғни фотомен түскен, ұялы телефонмен түскен суреттерде проблема жоқ. Бірақ десе де 24 сағат суретке түсе бер, былай түсу жақсы нәрсе емес. Ғұсыл алған соң, әйелің ғұсыл алмаса, ғұсыл бұзыла ма дейді? Жоқ. Әйел адамға ғұсыл алдыру еркекке парыз болады. Қалай? Бірінші условия жасап беру. Екіншісі, оны иманға шақырып ғұсылдың парыз екенін түсіндіру. Үшіншісі, сол ғұсылға алып келетін барлық шараларды қарастыру. Яғни жылы сөйлеу, жақсы сөз айту, ілім беру, білім беру, әйелді тәрбиелеу, жақсылап үйрету, баулу, осы нәрсенің бәрі еркектің мойнындағы міндет болады. Оны қорқытып тепкілеу емес. Ұстаз, бір сұрақ, спиртпен сүрткен укол салғанда дәрет бұзыла ма дейді? Жоқ, бұзылмайды. Спиртпен жан басыңыз сүртсе де, спиртпен қолыңды сүртсе де, ештеңең бұзылмайды. Қан шықса бұзылады. Одан кейін спирт жаққан жерлер нәжас емес. Спирт ішу арам, бірақ оны жағу арам емес. Түсінікті? Сондықтан спиртті ішу, спиртті қанменен салса, мас қылу үшін, және клизма ретінде қолданса, бұл да арам болады. Ал бірақ жалпы спирттің жағуы намазға да, дәретке де залалы жоқ. Мәйттің басына фото салуға бола ма? Бұл коммунизмдерден, коммунистерден шыққан нәрсе. Өлген адамның суретін қойып, суретінің шетіне бүйтіп қара лента қойып, өлгенше шығарып салып, өлгеннен кейін қырқына дейін бір үйге қойып қою, бұл коммунистердің шығарған дүниесі. Біз мұсылманбыз, мұсылмандарда ондай нәрсе жоқ. Тура сол сияқты қабірдің басына да сурет қоюдың аса қажеті жоқ дүние. Қақырықұл деген дұғаға пікір айтасыз ба? Қақырықұл деген дұғалар, бұл дұғалар кітабында немесе жаңағы тәжірибеден өткен дұғалардың санатына кіреді. Бұл кімге қатысты? 5 уақыт намазыңызды реттеп, Алламенен мәмілеңізді туралап, содан кейін Құдайға салауаттардың бәрін айтып жүрсеңіз жақсы болады. Өзі ғұламалардың көпшілігінің айтқан, ілім иелерінің айтқан көпшілік пікірінде адам дұғамен шұғылданбасын дейді. Адам салауатпен, зікірмен шұғылдансын дейді. Неге? Өйткені сізге не керек екенін сіздің Құдайыңыз сізді біледі. Мысалы, маған мынау керек. Алла онсыз да біліп тұр саған керек. Сен дейді, Құдайдың әмірлерін орындай бер дейді. Алла өзі көріп тұр маған не керек екенін. Ибрахим деген пайғамбарды отқа лақтырғанда, Жебірейіл періште келіп, мен саған жәрдем берейін бе дегенде, маған сенен періштеден жәрдем керек жоқ деді. Енді кім не керек деді? Өлейін деп жатсың ғой деді. Құдайдан жәрдем керек деді. Құдай өзі біледі маған не керек екен деді. Сондықтан не қайырлы, соны сұраңыздар. Алланы зікір етуді үйреніңіздер. Пайғамбарға салауат айтуды үйренейік. Алланы ұлықтауды үйреніңіз. Содан кейін 4-ші орында уақыт қалып жатса, дұғамен шұғылданыңыз. Бірақ дұғаны 1-ші орынға шығарып жібердік қазір біз. Мынандай дұға оқысам, мынандай навороченный дұға, күніне 100 000 теңге түсіретін дұға, одан кейін мынандайды шешіп жіберетін дұға, сатылмайтын үйді сатқызып жіберетін дұға деген сияқтымен шұғылданғандықтан біз уже мистикаға өтіп бара жатырмыз. Сондықтан бұл дұрыс нәрсе емес. Хатым дұғасы намаздан кейін айтуға бола ма? Хатым дұғасы өзі хатымнан кейін оқылады. Хатым деген Құранды толық оқып шығып, пешатын басу деген сөз. Түркияда үлкен ғалымның қайтыс болған рас па? Күнде өледі ғалымдар. Ғалым да өледі, жай адам да өледі. Дәрілердің құрамындағы спиртші, балама ем мақсатында ішуге. Дәрігер берген болса, врач, бұдан проблема жоқ. Ал енді өз-өзіңізден, ана баяғыдан біреу ішкен, Қытайдан келген біреу алып келген, Монғолиядан келген біреу өзімен алып келген, одан ол ішкенде жақсы болып кеткен, содан кейін мен ойлап отырмын, мен де ішсем жақсы болам деген, бұл дәріге жатпайды. Сол сияқты, құрметті ағайындар, бізде қазір дамыған, көз ашық мемлекетпіз ғой өзі. Сондықтан көрінген адам ішіпті, бір тамырды жепті, одан кейін червяк жепті, содан кейін жыланның құйрығын шайнап жұтып қойса жазылып кетіпті рактан. Енді мен де жазылып кетем. Саумал дегенді ішсең жазылып кетесің өлімнен, рактан емделіп кетеді. Оның бәрі өтірік. Адам ауырмай тұрып ішсе, ауырмай тұрып соны рационға қосып жүрсе, сауыңда бұл жақсы болады, иммунитет көтереді. Ал енді ауырып уже болар жері болғаннан кейін, ананы ішем, мынаны ішем деген нәрсе бұл дұрыс нәрсе емес. Одан кейін
дәрігер бар ғой өзі, дәрігермен кеңесуді үйреніңіздер. Барыңыздар, бір дәрігер болмаса екіншісі болмаса үшіншісі. Дәрігерлердің алдына барғанда да ақылды болып YouTube көріп алған болмай, кішкене барып сонымен сұрасыңыздар. Бізде бәріміз ақылдымыз. Қолымызға телефон ұстап аламыз, врачтың не айтқанын бәрін жазып, одан кейін барып врачтың білмейтінін тупой қылып көреміз. Жоқ. Сол білімі бар дәрігерлер. Бары болсын, жоқ болсын, сол біздің дәрігерлер. Олай түсірме, біреудің білімі жоқ қой деп. Өзіңіз YouTube көріп алсаң, 4 YouTube'да Комаровскийді көрсең, білімді деген сөз емес ол. Баласы жоқ туысқа балаңды бер деп қоймайды. Берсе бола ма? Мен бергім келмейді. Бермейсіз. Бала зат емес беретін. Аға, айтыңызшы. Бала, оны айттық. Кәсіп бастадық, ниет етіп құрбан шалса боламады, ысырап па? Өзі кәсіпті енді бастап атсың. Кәсіпті бастап атқан кезде өзі ақша таппай жүргізе алмай жатқанда, мына жақтан тағы да 80 мыңға қой алып, қой союдың керек жоқ. Өзі кәсіп берекелді болу үшін бірінші Аллаға тәуекел етесің. Екінші ата-анаңның үлкендердің батасын аласың. Сол үлкендердің ішіне имам, ұстаз, молда сол кіре береді. Үшіншісі Аллаға тәуекел етіп, әрдайым дұғаларын оқып, Құдайдан берекесін сұрайсың. Төртіншісі, ұрсып қалған, көрші қолаң, сол бизнесіңнің маңайында тұрған сәсеттерімен дұрыс боласың. Бұл 4. Осы нәрсені ұстасаңыз, берекелді болады. Келдіңіз ба дейді. Ой, біраз болды келгеніме. Күйеуім ішіп келіп ұра береді. Көгертіп, не істесем болады, кетіп қалдым дейді. Полицияға звондайсың. Саламатсыз, баланың тіл тарту дегенді айтасыз ба? Оның өзінің техникасы бар, оны жасау керек. Меккеге қажылыққа кетті, оған арманымды, дұғамды қағазға жазып жібердім. Сол жақта тастап кетсе, қабыл бола ма? Мұсылмандарда ондай жоқ. Ол ана еврейлерде, иудейлерде бар. Ана стеноплачаға барып, мынандай записканы жазып қойып, Құдайға сәлем айтып, Құдайдан заказ сұрап, олар заказдың бәрін бейіп салып қойып, содан кейін жинайтын адамдар келіп, чұқып лақтырып, бәрін мусорға лақтырып жібереді. Құдай тағала записканы керегі жоқ Аллаға. Записканы жүрекпен айтыңыздар. Өзің айт. Содан кейін Меккеге барып айту шарт емес тұғаны. Қазақстанда айтсаң да Құдай қабыл қыла береді. Жоқ, Қазақстанда қабыл болмайды деген жер бар ма? Қазақстанда түнде, үйіңде қабыл бола береді. Айтып үйренсеш, записканың керегіне записка лақтырып жібереді. Ол жолда оқиды сенің секретіңді. Байға тиемей жүр екен, ой, атсыз деп бәрін айтады. Айтпаса да сол жақтағылар оқиды. Ой, сорлы деп лақтырып жібереді қағазын. Керегі жоқ. Ешкімге записка берудің керегі жоқ. Алла запискаға мұқтаж емес. Сол записканы ең жақсы Құдайдың өзіне прямо айта бер. Сен деп тұрып өзіне қайырла бер. Сен Алла менің мына тілегімді бер. Сен Алла менің мына арманымды бер деп прямой ұра бер. Намаз оқысам ба деген ой мазалап жүр, бірақ дайын емеспін деп те ойлаймын. Не істесем болады дейді. Қанша керек саған дайындау үшін? Өзі хадистерде келеді, ақыр айттыңыз, ауыррақ айтайын. Адам не күтіп жүр деп айтады. Өлім күтіп жүр ма, ауру күтіп жүр ма, не күтіп жүрсің дейді. Жақсылық жасау үшін, құлшылыққа келу үшін не күтіп жүрсіз деген сұрақты өзіме қой дейді әркім өзіңе. Так, өлімді күтіп жатыр ма? Не керек онда? Самолет болу керек па, жер сілкіну керек па? Не істеу керек? Жерден бір нәрсе шығу керек па, біреу өлу керек па? Шарт емес қандай. Жоқ, ауру келу керек па? Ауруға кезде сомен алысып, недайы таба болады. Сондықтан алтыным сол, бастай бер алтыным. Президент болсаңыз, бәріміздің өмірімізді жақсы қылады. Президентіміз бар. Бәріміздің өмірімізді жақсы қылам деп, жүгіріп жүрген президентіміз бар. Алла ол кісіге ұзақ өмір берсін, соны қолдайық, соның жақсысы қауымы болайық, бұл дұрыс болады. Ал етпесе анау, әркім президент болса, Америкадан біреу жүр президент болғысы келіп, мына жақта біреу жүр, кере жоқ. Президенттің қасында жүргендер бар, арман қылып түні бойы ұйықтаса мен болсам деп. Жоқ. Алла тағала өзі қалаған адамға берді. Сол қалаған адам осы қазаққа қалай күн болам деп жатыр. Сұлтан Махмұд атамыз сияқты Құдай соны күн қылып, бізге мәңгі президент керек жоқ бізге. Бізге қазақты мәңгі тура жолға салып, жақсылықтың күнін жақсы қылып беретін адамды Құдай берсін деп тіледік. Құдай берді деп есептейміз. Құдай соған күшті қуат берсін. Енді маңайына жақсы адамдар жиналып, осы мемлекетіміз аяққа тұрса екен. Бір күнде түзелмейді. Біздегі коррупция, біздегі 30 жыл бойы сіңген нәрсе, ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады деген бір дүние бар. Сондықтан сол Алла пиғылдарын түзетсін, иншалла жақсы болады. Сіз бен біз жақсылыққа қолдаушы болайық. 4 ай келмесе күйеу, неке бұзылмайды. Ниеттеп көтеріп, ұстаз, ниетлеп көтеріп бала беруге бола ма туысқанға? Жоқ.
Сен ниеттеп, сен мына баланы көтерген кезде так мен мынай қарай ниеттеймін, мынаны былай қарай ниеттеймін, мынаны өзіме ниеттеймін дейсің бе не? Ана қыздардың сөзі бар. Кейін мен күйеуге шықпаймын дейді, для себя туып алам дейді. Для себя туғандар не? Басқалар не сосед үшін туа ма не? Сен ниеттеп сосед үшін туасың ба не? Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Сен бала шығаратын комбайн завод емессің ғой. Оның үстіне баланы Құдай өзі береді. Баланы біреу үшін туылмайды ешқашан. Ол өзің үшін сұрақ сенен болады. Сен оны туған үшін сенен болады. Ол берген асырағандар үшін емес. Сондықтан баланы біреу үшін туып берілмейді. Інім-ау айтшы дейді, сестрам намазхан болғалы не керек, айтқаны қарғыс, боқтық, сіңілісімін дейді. Сәлемімді алмайды, тіпті өзі Меккеге де барып келді дейді. Ол туралы талай айтқанбыз. Бұл жерде ауруын жаңағы шынын айтам деп ауруымызды айттық мәселе болады. Бұл жерде былай шығар. Теңгенің екі беті болады аға. Апама, кім сіз көрмедім, атыңызды кешірім сұраймын. Құрметті ағайын, екі беті болады. Мына бір бетін сіз маған айтып тұрсыз да қазір. Дұрыс, оның ол ісі оңбаған. Намазхан болсын, мейлі намазхан болмасын, барлығы бір-бірімен ағайын, бауырмашылық бізде жақсы болу керек. Өкінішке орай, намаз оқығандарымыздың өзінде әлі ана жиі айтып жүрмін ғой, хиджаб кигендердің сыртына хиджаб кигізу керек қазір. Тура сол сияқты намаз оқығандардың барлығын идеал көрмеңіздер. Ол адам, ол пенде, ол қателеседі, ол шайтан оны азғырады. Ол бір әулие, бір Марстан келген адам, пайғамбардың адамы болып қалмайды ол. Ол соған бет бұрсам ба деген бағыттағы адам ол. Ол қателесуі мүмкін. Әлбетте, намаз оқыған сайын адам өзгеру керек. Құлшылық жасаған сайын өзгеру керек. Енді намазы өзгерте алмай жатыр ол сіңіліңізді. Боқтап жатыр сізді, қарғап жатыр сізді, сізбен араласпай жатыр. Мына намаз инвалид намаз оныкі. Намаз инвалид намаз деген сөз. Сондықтан Құдай оған сап берсін. Суррогат немат дінімізде рұқсат етілмейді. Арам болады ол. Реклама жасайсыз ба? Жоқ. 24 сағаттың 20 сағатын ұйықтай берем. Не болды мынау? Қалай ұйқыны жеңуге болады? Ойбай, жаным-ау. Докторға көрін сен. 20 сағат ұйықтасаң, күніне 4 сағат туалетке де бармайсың ғой, беті қолың ысып кетеді ғой. Ағамыздың баласы үйленгені жатыр. Ая арақ қояды. Барсақ дұрыс болмай ма? Сол араққа дейін барыңыз. Араққа дейін бар, үйіне қызмет жаса, салат жаса, құдаларын күтіс, есік алдында тұр, ағайыным, бауырым деп құттықта, кәсіпіңді ақшаңнан бер, сөйті бауырмашылығыңды күшейт, тойына араққа айт бармайым де. Бірақ бұдан басқасын бәрін жаса. Қиямет жақындағанда Құран көтеріліп кетеді дегенде тәпсірлеп берсеңіз, мирасты білетін ғалымдар қалмайды деп естіген едім дейді. Адалдық көбейеді. Яғни қадалдық деген сөз арам қылған, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям арам қылған нәрсені адалдау көбейеді. Оның ішінде зинаны, оның ішінде файызды, тағысы келеді. Сондықтан бұл жерде ілім көтеріледі деген сөз, адамдар сол іліммен жүрмейтін болады. Тек қана немесе былай түсініңіз, ілім тек қана ауызда